Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет салат жасайтын боламыз. Менімен бірге қосып жасасаңыздар болады. Достар, егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар. Салат жасау үшін бізге керек заттар: бірінші консервный грибы, огурцы, сосын пісіріп алған картоп, пісіріп алған ет, пісіріп алған жұмыртқа және кукуруза, тұз, сыр, майонез керек. Майдалап турап және теркіден өткізіп дайындаймыз салатымызға. Осылай турап алдым. Етті, огурцыйды саңырауқлап турап алдым. Сырды теркіден өткізіп алдым. Жұмыртқаны да теркіден өткізіп алдым. Ағын бөліп өткізіп алдым. Сарысын бөлек өткіземіз. Сырды тоже өткізіп алдым. Бірінші тарелкамызға өткіштен өткен картопымызды салып аламыз. Осылай жайып вилканың көмегімен жайып саламыз да. Шамал тұз себеміз сосын. Егер де картопты тұз себіп қайнатқан болсаңыз, сеппей қойсаңыз да болады. Айналдырып үстіне себеміз. Енді екінші огурцы салам. Огурцыйға тұз салмаймын, өйткені өзі соленый. Огурцы жайып болғаннан кейін сразу майонез саламыз. Енді жұмыртқаның ағын бөлек өткізіп алғанбыз, соны жұмыртқаның ағын саламыз. Бүйтіп тұр ғой. Оны да жайып аламыз. Біргелкі қылып. Бұған сосын шамал тұз салуымыз керек. Жұмыртқаның ағының үстіне аздаған тұз себеміз. Майонезімізді жағамыз тағы да. Одан соң туралған етімізді саламыз. Етті де біргелкі қылып жайып аламыз. Осылай жайып аламыз шет жақтарына қарай. Майонез себеміз, өйткені ет менде тұзды алынған, тұз сеппеймін. Тұзды етті пісіріп алғам. Біргелкі майонез жағып шығамыз өстіп. Одан картопымызды саламыз. Картопты екі қайтарап саламыз. Алдында да бір салғам, екінші рет тағы қайталап салып жатырмын. Шамал тұздап алам. Майонезін жағамыз. Енді турап алған саңырауқлағымызды саламыз. Оны да біркелкі қылып жаямыз. Бұны тұздамаймыз, өйткені ол консервный. Сразу майонез жаға береміз.
бірге қылып жап шыққан соң енді консервный кукурузаны саламыз, жүгеріні. Оны да бірге қылып жайып аламыз. Майонезімізді жағамыз. Шамалы тұздаймыз. Одан соң сырымызды саламыз. Үкіштен өткен. Жайып алып, майонезімізді жағамыз. Үкіштен өткен жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Ең үстін қабатқа. Бірге бәрін жайып аламыз. Жақсылап басыңқырап, шеттеріне дейін жеткізіп, сәл-сәл вилкамен басып жібереміз, өйткені слойлар бір-біріне арасында майонезбен сіңісу керек. Негізі салат дайын болғаннан кейін 1 сағат холодильникте тұрып, содан кейін берсе болады. Сол кезде жақсы бір-біріне сіңетін болады. Осылай шамал-шамал басып, енді ортасына кукурузамыздың қалғанын салып әрлейміз. Сосын шет-шеттеріне шипсиді қоям, дайын. Бұл салатты негізі күнбағыс салат деп атаймын. Шипсиді осылай айнала қойып шығам. Міне осылай қойып шығамыз. Шипсиді қойып шыққан соң формасы түрі осылай көрінетін болады салатымның. Достар, міне бізде осындай керемет салат дайын болды. Бұл салатты мен көптен бері жасаймын. Менің жанұям бұны жақсы сүйіп жейтін асы. Өте жеңіл, тез дайындалатын салат. Егер де сіздерге менің рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, қоңырау шауды басуды ұмытпаңыздар.